Ағаштың ішінен табылған қыздың мәйіті өз уақытында бүткіл елді дүр сілкіндірген жаңалық болды. Осы видеода бұл оқиғаны толық ашып айтатын боламын және басқа да тосыннан табылған нәрселерді көрсетемін. Баршаңа сәлем, сіздермен Наурыз. Видео басталмай тұрып тұрақты көрермендеріме алғыс білдіремін. Арнаны 10 мың жазылушыға тез етіп жеткізіп тастайық. Ендеше бастаймын. Ағаш ішіндегі қыз мәйіті. Бұл қорқынышты оқиға 1943 жылы Англияда болған. 4 кішкентай балақай орманда ойнап жүреді. Бір кезде биік қара ағашты байқап, оның үстіне мініп құстың ұясын іздеген екен. Бір кезде ағаштың ішінен сүйектерді байқаған. Басында олар жануардың қаңқасы деп ойлайды. Бірақ кейін бұл сүйектер адамға тиесілі екенін түсінді. Себебі шаш пен тістер бар екен. Көп ұзамай полиция мәйітті зерттеуге келген. Оның саусағынан неке сақинасы табылған, ал үстінен көйлектің қалдықтары. Мәйіт 18 ай бойы ағаштың ішінде жатқаны белгілі болды. Бірақ полиция қызметкерлері кім екенін таппады. Өкінішке орай уақыт өте келе оқиға ұмыт болды. Бірақ бір жылдан кейін қала қабырғаларында Белланы ағашқа кім салып қойды деген жазу пайда болды. Жазуды кім жазғаны белгісіз, себебі ол заманда камералар болмаған. Бірақ заң сақшылары бұл жазуды қылмысты жасаған адам жазды деп есептейді. Дегенмен қылмыскер әлі күнге дейін табылмаған. Ескі табыт. Кейбір археологиялық заттар құрылыс кезінде табылады. Осы оқиғада дәл сондай жағдайды көре аламыз. Швейцарияның Тюрих қаласының аумағында 2000 жылдық тарихы бар ағаштан жасалған табыт табылады. Ал ішінде әйел адамның денесі бар екен. Оған әдемі маталар мен әшекейлер тағылған. Соған қарағанда әйел ақсүйек бай әулеттің өкілі болғанға ұқсайды. Ал оның сүйектерін талдау барысында кельт тайпасына жататыны анықталды. Қайтыс болғанда ол шамамен 40 жаста болған екен. Бір қызығы, оның денесі осы уақытқа дейін жақсы сақталған. Айдаһардың аяғы. 1986 жылы Жаңа Зеландияда бір үңгірде қазба жұмыстары жүргізілген болатын. Бір кезде жұмысшылар мына нәрсеге кезігеді. Бұл не? Айдаһардың аяғы ма? Және ол не үшін факел көрсетіп тұр? Зерттеулерге келетін болсақ, бұл моа деп аталатын жойылып кеткен құстың аяғы болып шықты. Моа қазіргі түйе құстарға ұқсас болып келетін таңғажайып қанаттылар. Еркектерінің бойы 3-4 метрге дейін жететін болса, аналықтары сәл кішірек болған. Олар Жаңа Зеландияға басқа өңірлерден келген. Уақыт өте келе олар ұшу қабілетінен айырылған екен. Сонда да олар аралда 40 мың жыл бойы қожайын болған. Бірақ адамдар аралға көшіп келгеннен кейін көп ет пен үлкен жұмыртқа үшін моаларды аулай бастаған. Және орман өрттері де бұл құстардың азаюына айтарлықтай ықпал еткен. Осы үшін олар қазір жер бетінде жоқ. Бәлкім сол үшін адамдарға факел көрсетіп кеткен шығар. Қазір ол тарихи мұражайлардың бірінде сақталған екен. Ескі әмиян. Егер суретіңіз бен әмияныңызды сізге 75 жылдан кейін әкеліп берсе, қандай сезімде болар едіңіз? Бетти Джон Сезам өзінің осынша жыл жоғалған әмиянын әкеліп береді деп күтпеген екен. Бірақ әмиян оған қайтарылды. Оқиға былай болған. Мына ер адам мектептің шіркеуге айналған жеріндегі әйелдер әжетханасында жөндеу жұмыстарын жүргізген екен. Дәретхана құбырын ауыстырып жатқанда күтпеген жерден 15 әйелдің әмияны бар қорапша тауып алады. Ішінде тек Джон Сезамдікі ғана қайтарылған. Ал әжеміз қатты қуанды. Оның ішінде ешқандай ақша болмады. Тек ескі суреттер мен жасөспірім қыздың құралдары ғана. Бұл естеліктер ол үшін баға жетпес қазына. Ауладан табылған мамонт. Жоғарыда айтқанымдай, кейде құрылысшылар байқамай археологтарға айналады. Мысалы, мына Джеймс Бристол деген фермер өз ауласында жүріп, жасы 12 мың жыл болатын алып мамонттың сүйектерін тапты. Кім білмесе, мамонт деген піл секілді жануар, бірақ одан үлкен және денесінде түгі бар. Олар динозаврлар секілді жойылып кеткен. Ауладан оның иық және бас сүйектері, қабырғалар мен аяқ сүйектері табылған екен. Достар, видеоның осы жеріне дейін қарағандарың үшін үлкен рахмет. Ұмытпай арнаға тіркеліп, лайк басып кетулеріңді сұраймын. Комментарийге келесі видео қандай тақырыпта болғанын қалайсыңдар, соны жазып кетіңдер. Ал мен сендер үшін тырысып, әр күн видео жасауға тырысамын және осыдан кейінгі видеолардың ұзақ болуына барынша жұмыс жасаймын. Келесі видеода кездескенше.